ертеде бір оқымысты болыпты. Ол барлық халықтың, жан-жануардың, жәндік, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Қарап тұрған біреу жоқ. Бір тобы індерін кеңейтіп жатыр, бір тобы нән құртты сүйретіп келеді. Енді біреулері күзет қорқыта жүр. Ал ана біреу басқа илеуден ұшырасқан құмырсқамен алысып жатыр. Әлгі адам бір құмырсқаны ұстап алады да: «Сенің басың неге үлкен?» деп сұрайды. «Ақылым көп». «Құйрығың неге үлкен?» «Қайратым көп. Өзімнен 40 есе ауыр жүкті көтере аламын. Қайратымды құйрығыма жинамасам, ауыр жүкті көтергенде тоңқалаң асар едім», дейді. Құмырсқа: «Ал сенің ішің неге жіңішке?» деп сұрайды. «Қанағатым көп». «Жарайды», дейді оқымысты. «Ақылың мен қайратыңның көп екеніне көзім жетіп тұр. Енді қанағатыңның қандай екенін білейін. Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?» «1 жылға жеткізер едім», депті құмырсқа. Оқымысты құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бөк түсіп қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәннің жартысы қалыпты. Әрі беріден кейін бірте-бірте мұртын, аяғын қимылдатады да құмырсқа орнынан тұрады. «1 дән маған 1 жылға жетеді деп едің. Жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай?» деп сұрады оқымысты. «Иә, ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің халім әлде қайда жақсы болған болар еді. Бірақ сен 1 жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан босқа аштан өлген болар едім. Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым», деп жауап береді құмырсқа. «Егер босатуды ұмытып кетсем, қалған жарты дәнді қанша уақытқа жеткізген болар едім?» «4-5 жылға жеткізген болар едім», депті құмырсқа.